Дала мергені әлем кубогы дәстүрлі садақ атудан Пута нысанасы бойынша 70 метрден ерлер арасында бірінші нысанаға шақырылады. Құлмұрзаев Жәнібек, Қазақстан. Дала мергені World Cup Traditional Archery Target Puta 70 meters among men. We invite for the first target Құлмұрзаев Жәнібек, Қазақстан. Пута нысанасы бойынша 70 метрден ерлер арасында екінші нысанаға шақырылады. Нұртаев Азамат, Қазақстан. Target Puta, distance 70 meters among men. We invite to the second target Nurtaev Azamat. Екі садақшы бір уақытта ататын болады. Сіздерге 3 минут 180 секунд беріледі. Дайын болсаңыздар, бастаймыз. Бастаңыздар. Телевизордан уақыт көрініп тұр, сіздер қараңыздар. Now we're going to have a reshooting. Спортшылар тең түсті ме? 7-7 оқтан тең түсті. Қазір 2 спортшы тағы да 9-9 оқтан тағы да бір мүмкіндік атады. The archers have the same points. They are going to have the next reshooting round with 9 arrows. Садақшылар дайын болса. Дайындаламыз.
Тоқтатамыз. Бір оқ есептелмейді. 10 секунд басталу керек, сондан кейін барып атасыздар. Сіздердің алдарыңызда финалистер. Телевизор тұр алдарыңызда. Әзірше спортшыларымызда 2-2. 3-2. Бірінші нысана алды. The first target had 3 points, second 2. Төртте 1. 2-де 4 қазір болды. Four, Мана two. бірінші ұпай есептелмейді. Екінші нысананы уақыттан бұрын атқан үшін. 5-те 1. 5-те 2. 5-те 3. Әзірше бірінші нысана алды. 5 бірінші нысана. 5 қазір төрешіміз барып қарайды. Әзірше белгісіз. 6-да 3 әзірше. Спортшыларымыз атысын аяқтады. Өкілдер бірге барыңыздар. Екі спортшының артында қарап тұратын бапкерлеріңіз бөлек, нысанаға осылай өкіл ретінде барып ұпай есептейтін бапкерлеріңіз бөлек болсын. Жақсы ма? Яғни келіп уақыт созып жүрмейік, сол жерден төрешілердің қасы есептейді. Қазір бас төрешімізге барлығымыз өкілдер барып алсын, есептесін. Міне бас төрешіміз өзінің бірінші нысана жеңіске жетті. Қошеметтеріңіз керемет. We have the finalists of the first target, and the winner of this target will be the first one. Құлмұрзаев Жәнібек, Қазақстан.